Әр адамның болашаққа деген өзінің жеке үміті бар. Біреу бір мамандықты таңдайды, екіншісі басқа мамандықты таңдайды. Біреуі осындай уақытта үйленсем дейді, екіншісі осындай жаста тұрмысқа шықсам ба дейді. Әр қайсы өзінің жоспарлары, мақсаттары бар, үміттері бар. Сонымен жанұя құратын кезде адам, мысалы ер адам өзінің үмітімен, өзінің мақсатымен жанұяны өзінің ойында үміттей бастайды. Осындай болады, үйстем, сөйтем деп баланың аттарын былай қоям дегендей. Ал қыз бала өзінің ойымен өседі. Сондағы кейін екеуі біріккен кезде екеуінің ойлары кей кезде сәйкес келмей қалады. Өйткені ер бала өзінің ойын, өзінің үмітін алдыға басқысы келеді. Ал қыз өзінің үмітін іске басқысы келеді. Мінекей достар, осындай қарым-қатынаста жанұяда қиыншылық пайда болады. Әрине, әр отбасы алдын ала дайындалса. Біздің кейбір бағдарламаларымызда бұл жайлы айтқан едік, отбасы алдында. Отбасы құрмай тұрып не істеу керек жайлы. Енді отбасы құрып болған соң ештеңке кеш емес. Бәрі алдыда, достар. Бәрі сіздердің қолдарыңызда, сіздің таңдауыңызда. Сіздермен бірге қазіргі отбасы үшін үміт деген тақырып өтіп жатырмыз. Бақытты жүрек бағдарламасы. Сәлеметсіздер ме? Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер. Адамның рухани байлығына үміттанарлық күйіне арналған тақырыптар, достар, сіздермен бірге. Біз әрдайым сіздерге осы бейнебаяндардың астарындағы alkitab.media жайлы сілтемені қайталағымыз келеді. Онда өте маңызды сабақтар бар. Соған өтіп, тіркеліп, әрине сабақтар өтсеңіздер, киелі кітап жайлы көп анықтама аласыздар. Және де сұрақтарыңыз болса, бізге WhatsApp-қа жазып хабарласыңыздар. +1 301 760 60 70 нөміріне. Әрине осы бейнебаянның бетінде жазылып тұр бұл нөміріміз. Сонымен қазіргі отбасы үшін үміт. Өткен жолы біраз қызықты, маңызды мәліметтерді, фактілерді айта кеткен едік. Арғы жалғастыра кетсек, Құдайдың бақытты отбасы туралы тамаша жоспарына қарамастан бәрімізде әрқашан ойдағыдай бола бермейтін білеміз. Солай ғой. Ерлі-зайыптылар көбінесе бір-бірімен тіл табыса бермейді. Ұрса береді. Жиі енді көзқарастары әрқалай. Бана осы бағдарламаның басында айта кеткендей. Өлімге дейін созылу керек болған неке көбінесе ажырасумен аяқталады. Немесе қарым-қатынас үйленуге дейін бармайды. Балалар туып, содан кейін ажырасып бәрі қатты қиналады. Ата-аналар мен балалар бір-біріне жиі ашуланады. Рас қой. Бір-біріне берген уәдесінің бәрі жоқ болып кетеді. Басында ойбай күйем, сүйем, жарым деп, жаным деп айтқан адамдар қырылысып, ұрысып бір-бірін түсінбей кете бастайды. Өйткені әрқайсының жүрегінің өздерінің менмендіктері бар, көкіректері бар. Бір-біріне енді жол бергісі келмейді. Біріншілері өздерін құрметтемейтінін сезсе, екіншілері өздерін шектен тыс бақылауда ұстайтыны және оларға қамқорлық көрсету керек адамдар оларды елемейтінін сезінеді. Мұндай тәжірибе жиі шатастырады. Өйткені бақыт, жайлылық және қауіпсіздік сезімін әкелетін нәрсе кейде бүкіл әлемдегі көптеген адамдарда, соның ішінде мүмкін қазір осы подкастты тыңдап жатқандар да мүлдем қарама-қарсы сезімдерді тудырады. Қоғамның танымал үкімдерінің меріміне қалдырылған отбасылар біріншіден ойлану керек. Өзім туралы, екіншіден мен не ала аламын? Бере алмайды емес. Депрессияға, үмітсіздікке, қайғы-қасіретке және азапқа ұшырайды. Бірақ түнілу мен қиыншылықтарға қарамастан біз бүгінгі таңда заманауи отбасына әлі де үміт бар екенін бөлісуге қуаныштымыз. Бұл олардың отбасылары иеміз қалағандай болу үшін Құдай адамдарға ұстануға ниет еткен принциптерге тағы бір рет қарауға тырысу. Бұл олардың отбасындағы иеміз қалағандай болу үшін Құдай адамдарға ұстануға ниет еткен принциптерге тағы бір рет қарауға тырысу. Бұл принциптерді іс жүзінде қолдану бізге отбасы сыйлайтын қуаныш, бақыт пен тыныштықты сезінуге мүмкіндік береді. Жаңа айта кеткендей, кейбір адамдар осылай ойланады: мен бақытты боламын ба, мен үйленемін осы қызға, ол қызбен бақытты боламын ба деп. Болмаса қыздар да солай айтады. Оның орнына мен ол қызды бақытты қыла аламын ба, мен жақсы керемет күйеу бола аламын ба, кейін ертеңгісін керемет әке бола аламын ба деген сұрақ қою керек қой адамдар. Мен оған дайынмын ба деп. Бірақ ешкім ондай оймен өмір сүрмейді бүгін.
айналадағы бәрі ештеңкесі жоқ. Қолына жаңағы енді көлікті жүргізудің көп адамдар үйренбейді аса. Енді қарап алады да басқалар қалай айдайды, солай да өздері айдайды. Расында да көп адамдардың жүріс-тұрыстары жаңағы көлік айдаулары бірдей, рас. Өйткені енді бір системамен айдайды. Сол сияқты отбасылар да. Кейін отбасылар бір-біріне түсінбей қиыншылық пайда болып ажырасып кетеді. Сіз өзіңіздің отбасылық қарым-қатынасыңызды қалай сипаттар едіңіз? Сіздің үйіңізде бейбітшілік пен тыныштық бар ма? Әлде сіздің отбасылық өміріңіз көшедегі төбелеске ұқсай ма? Ол сіз басқа күннен аман қалу үмітімен құтылуға тырысасыз ба? Сіз отбасыңызда мықты және сау ете аламын деп ойлайсыз ба? Әлде күн сайын көңілсіз, тітіркеніп, дәрменсіз сезінесіз бе? Жауаптарыңызды, пікірлеріңізді бейнебаянның астына комментарий ретінде жазсаңыздар, достар. Сіздің қарым-қатынасыңызды толық күшсіз отбасы мүшелері шынайы қарым-қатынас жасай бастайтын өзара әрекеттесуге дейін өзгерту үшін не істеу керек? Осы сұрақтардың жауаптары сізді қызықтырса, сіз жаңағындай естігеніңізге біз қуанышты боламыз. Шындық мынада: мінсіз отбасы болмайды. Рас қой. Барлығы мінсіз деп ойлайды. Бірақ ол емес. Өйткені мінсіз адамдар жоқ. Сондықтан мүшелері бірлігі жарасқан, өзара қарым-қатынасын ләззат алатын отбасы туралы сөз қозғағанда, біз еш қиындықсыз отбасын айтпаймыз. Керісінше біз қанағаттану мен тұрақтылықтың салыстырмалы түрде жоғары деңгейі бар адамдар қауымдастығы туралы айтып отырмыз. Дені сау отбасында ерлі-зайыптылар, ата-аналар, балалар жанжалдарды дер кезінде шешуге мақсатты түрде ұмтылып, сабырлы, мейірімді түсінікпен кешірімді болуға күш салады. Мұндай мінез құлық тактикасы оңай берілмесе де оған тұрарлық. Өйткені ол бақыттың, денсаулықтың қалыптасуына және оны іс жүзінде жүзеге асыратын әр отбасының өмір сүру сапасын жақсартуға ықпал етеді. Отбасы ұзақ жылдар бойы осы принциптерді табысты ұстану үшін оның мүшелерінің осы күнде жұмыс істеуге бел байлауы маңызды. Отбасының барлық мүшелері бір-бірімен сындарлы қарым-қатынас жасауға ұмтылу керек. Бір-бірін тыңдау, шыдамдылық таныту. Бұл күшті талап етеді. Өйткені мінез құлықтың қарама-қарсы үлгісі әлде қайда оңай, бірақ оның нәтижесі қайғылы. Күнделікті қолданылса, сонында берік және сау отбасы құру алатын, оның мүшелерінің өздерін қауіпсіз, қамқорлықпен қорғалған сезінуін қамтамасыз ететін әдеттер бар. Бұл әрбір отбасы сөзсіз кездесетін қиындықтарды жеңуге айтарлықтай көмектеседі. Отбасылық қарым-қатынастың бұл түрі отбасының күтпеген өмірлік жағдайлардан қорғауға қатысты ең жақсы сақтандыруға қарағанда әлде қайда сенімді. Бұндай жағдайларда мен бір мысал келтіремін әрдайым. Енді Майк Тайсон деген енді боксшыны барлығымыз танимыз. Ұлы боксшы енді жекпе-жек кездесулерінің бірінде ол ұтылады. Елдің бәрі таң қалады. Кейін ол өзі мойындап интервью береді. Мен дайындалған жоқпын дейді. Жаңағы менің қарсыласым ол жақсылап дайындалған дейді. Ал мен дайындалған жоқпын. Мен ұлымын, мен күшім көп. Мен қаншама адамдар нокаутқа лақтырдым. Бұнда еш қиындықсыз ұтам деп ойлағам дейді. Сонымен мен көп дайындалған жоқпын дейді. Сондықтан біз әрдайым отбасымыз мықты болу үшін қолымыздан келген бәрін істеуіміз керек. Күнделікті жаттығуымыз керек. Сол кезде қарым-қатынасымыз мықты болады. Отбасылық қарым-қатынастың бұл түрі отбасының күтпеген өмірлік жағдайларын қорғауға қатысты ең жақсы сақтандыруға қарағанда әлде қайда сенімді. Отбасылық қарым-қатынас саласының мамандары отбасыдағы өмір сүру сапасы, ондағы қарым-қатынастың сапасына байланысты екенін жиі айтады. Мінекей достар, отбасылық қарым-қатынас саласының мамандары отбасыдағы өмір сүру сапасы, ондағы қарым-қатынастың сапасына байланысты екенін жиі айтады. Қолыңыздан келгеннің бәрін істеңіз. Қолыңыздан келеді, оған сеніңіз. Үміт артыңыз. Сонда барлығы болады. Сізге бақыт тілейміз. Қарым-қатынасыңыз мықты болсын. Алла тағала сізге жанұяңызға ерекше рахымын төксін.